әуе компаниясына біз хабарласып едік, бүгін келесіздер ме деп. Мынадай жауап алдық, тыңдаңыздаршы, өтініш. Алло, Тілек, саламатсыз ба? Сіздерге хат жазғанмын. Сол спикерді білейінші деп едім мен. Кім келетін болды? Бізде ешкім келе алмайды. Неге? Өкінішке орай. Енді бізде негізі өкіліміз жоқ. Қазақша сөйлейтін осы тақырып бойынша. Орысша сөйлейтін маманыңыз келе берсеші. Мүмкін қасына біз не қосамыз? Переводчик. Жоқ, мүмкін болмайды ол. Мүмкін жоқ. Мүмкіндік жоқ ондай. Жақсы, Сәкен мырза, халық қалаулысыз ғой, енді қазақша жіберетін маманымыз жоқ дейді. Тіпті біз аудармашы қоюға да дайын болдық. Сонда халықтың ақшасы қазақша білмейтін әуе компаниясы кетіп жатқаны қалай? Жүрегімізге бататын дүние бар, Жақында, мысалы, қазір біз тікелей эфир Facebook желісінде өтіп жатыр. Барлық көрерменнің көбісі жазып жатыр енді. Оғыз доғаның басындағы жағдайды неге айтпайсыздар дейді. Анау Эйр Астана компаниясы мемлекеттік жаңа тілді менсінбеді деп олармен соттасып 1 теңге ұтып алып еді ғой, біздің студияға да келген еді енді. Өткенде ғана санаулы күн бұрын ол кісі сол әуе компанияның жаңағы қол астындағы жаңа айтылған Fly Aristanға мінбекші болды. Сол кезде мынадай оқиға орын алды, қане көрейік. Мені ұшаққа мінгізбей, менен кек алып отыр сол Эйр Астана. Қараңыздар, қазақ халқы. Бұл кісі Эйр Астана әуе компаниясының қара тізімінде. Эйр Астана, Fly Aristan, өйткені біздің сот болды. Сендер мені мінгізесіңдер. Сол үшін мінгізесің. Ұшайын деп жатыр. Ұшуымыз керек біздің. Нақты айтып отыр, өткізбейміз, черный списоктесіз. Жоқ, қандай заң бойынша? Сен айтшы маған, сен заңгерсің ба? Мыналардың өздері. Жоқ, қай заң бойынша мені өткізбей жатсыңдар? Компанияның ішкі заңы бойынша. Онда, мысалы үшін, ішкі заңы бойынша сендер маған билет сатпасаңдар, ол болушы еді. Мен оны біліп, келмеуші еді, басқа компаниядан алатын едім, дұрыс па? Қараңызшы, біле тұр билет сатылды, бірақ мінгізбейді. Себебін бәріміз біліп тұрмыз. Мынау әскери заңсыздық нәрсе. Енді мына түрік, оның да құқығы бар сотқа бергенге, анадардан, айыппұл берсін, ақшасын берсін, қайтарып берсін. Әскери заңсыз нәрсе. Оны мынау жақсы сіздер көрсетіп жатсыздар. Өйткені даже анда сот тұтылқасын, мысалы әкімшілік айыппұл салсын, ол өзінің уақыты өтеді де, ол айыппұлда кетіп қалады. Мысалы, 1 жылдан кейін болсын, мысалы, мына кісі өз билетін алып алып, отырғызбаған деген, ол конституциялық құқығын бұзылып отыр деп, Ирак кәсібі келісесіз ғой, заңгерлердің бәрі де сөйтіп айтады. Тағы да бір мәселе туып тұр. Бізде міне ЦПСИ деген бас прокуратура бар ғой, ЦПСИ-да. Одар да кішкене дұрыс жұмыс істемейді, қалай? Мысалы, мынау бұзды түрік, мысалы, дау көтерді, айыппұл төледі. Онан кейін бір уақыт өткеннен кейін, онан ЦПСИ-дан алып тастау керек. Даже мынау қылмыстық іске тартқаннан кейін бізде өзімізде сондай не бар. Судимость, снятие, погашение 1-2 жылдан кейін ол да кетіп қалады. Мысалы, басқа мемлекеттерде тіпті президенттерде 2 жыл сотталған бар. Біз әлі сана сезімді өзгерткен жоқпыз. А мынау түкпіз ғой, өзінің билетін сатып алып, тіпті самолетқа кірмеген деген, ол тіпті нақты түрде біздің анау азаматтардың құқықтарын бұзып тұр. Бассыздық, Заңды белден жаңағы мына министрліктің азаматы бар ғой, авиакомпанияларды қорғап отыр. Негізі бұл кісі халықты қорғау керек. Бұл біздің министрлік, халықтың министрлігі. Неге халық қорғамай тұр деп ойлайсыз? Білмеймін соны.